Кейде өмірімізде көп мәселе осы тәкаппарлықтан туындайды екен. Тәкаппарлық тура бір қарызбен тең сияқты. Тәкаппарлық қалай көрініс табады? Қай кезде біз тәкаппар болуымыз мүмкін? Бұл видеодан тәкаппарлықтың негізгі белгілері мен түрлерін біліп шығасыздар. Сонымен, тәкаппарлықтың негізгі белгілері мен түрлері. Бірінші, білмеген нәрсені намыс көріп сұрамау. Екінші, өзінен сұралған нәрселерді намыс көріп, білмейтіндігін жасыру. Үшінші, жол жүру барысында баратын мекен-жайын білмейтіндігін намыс көріп, жұртшылықтан сұрамау, анықтамау. Төртінші, бастығының алдында сұрануды төменшіктеу деп санап, рұқсат сұраудан тартыну. Бесінші, кездескен жанға бірінші болып сәлемдесуден тартыну. Алтыншы, намаз кезінде араларында білімді жандардың бар екендігін біле тұра, оны имамдыққа өткізбеу. Жетінші, түрлі жиындар барысында өзгелерге сөз бермей, рет-ретсіз көсемсіну. Сегізінші, айналасындағы адамдарға өзінің көп білетіндігін көрсету мақсатында әрбір сөзден ілік іздеу, сөзді жиі бұзу, араласу, жағаласу. Тоғызыншы, сөздердің арасында әңгімелесуші адамның жасының үлкендігін біле тұра оған бауырым деген сияқты сөздерді ретсіз қолдану. Оныншы, қателігін айтқан адамды жақтырмай, ол туралы әдепсіз сөздерді қолдану, өсек ету. 11-ші, дұрыс-дұрысты, бұрыс-бұрысты деп білмей, қырсықтыққа жол беру. 12-ші, үнемі басшылық жасауға құмарту, соған өзін дағдыландыру. 13-ші, өзін-өзі қашанда жұрттан биік санау, айналасына астамдықпен қарап, әлімжеттік жасау. Бүгінгі видео осымен тәмам. Егер де видео ұнаса лайк басып, астыға комментарий жазып, егер де аталған белгілері мен тәкаппарлықтың негізгі түрлерімен өзіңізді танысаңыз, пікір қалдырып кетсеңіз болады. Менің басқа да видеоларымды көріңіздер, Бекатөл YouTube арнасына тіркеліңіздер, сол арқылы сіз менің YouTube каналымның, YouTube арнамның дамуына бірден бір себепкер боласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.